Бұл жай ғана мектеп емес. Бұл болашақ қалыптасатын орта, бұл әр оқушының үні естілетін мекен. Біздің мектепте оқушы тек тыңдаушы емес. Ол шешім қабылдайтын тұлға. Өзін өзі басқару, жауапкершілікті сезінудің алғашқы мектебі. Бұл сахна жай ғана өнер алаң емес. Бұл жауапкершілік пен бірліктің көрінісі. Әр концерт, әр іс-шара өзін өзі басқару ұйымының бірлескен еңбегінің нәтижесі. Біз тек көрермен емеспіз. Біз идея ұсынып, жоспар құрып, іске асыратын буынбыз. Бұл жерде көшбасшылық қалыптасады, сенім артады. Өзін өзі басқару, дауысты көтеру емес, жауапкершілікті сезіну. Біз іс-шара өткізбейміз. Біз мектеп өмірін жандандырамыз. Өзін өзі басқару ұйымы, белсенділік, бірлік, нәтиже. Алма Қыраубаеваның ұстаздарға арналған 20-шы тоқтамында мынадай бір сөз бар. Баланы таңғалдыруды ұмытпа, даналыққа ұмтылу таңғалдырудан басталады. Бұл сөздің астарында не бар? Таңғалған бала оқиды, таңғалған бала есте сақтайды. Сондықтан ұстаздың нағыз шеберлігі баланың миына білім толтыруда емес, жүрегіне қызығушылық отын жағуда. Қалай айтсаң да мәні бар. Даналықтың бастауы таңғалу. Ал таңғалдыру ұстаздың қолындағы ең мықты құрал. Құрметті әріптестер, бүгін мен сіздерге Шұбарқұдық гимназиясында жүзеге асып жатқан ізгілікті мектеп концепциясын таныстырғым келеді. Бұл жай ғана тәрбие жұмыстарының жиынтығы емес. Бұл әр баланың жүрегіне жол табатын жаңа форматтағы тәрбиелік экожүйе. Біздің мақсат баланы ақпаратпен толтыру емес, адамгершілікке, адалдыққа, жауапкершілікке, ізгілікке бағыттайтын орта қалыптастыру. Тәрбие тайм құндылықты ықшам түрде беру форматы. Бұл жоба арқылы біз аптасына бір құндылықты қысқа видеомен ұсынамыз. Адалдық, сыйластық, жауапкершілік, мейірім. Апта сайынғы құндылық туралы видеолар арқылы оқушыларға әсер етудің жаңа арнасы ашылды. Бала Вайб жобасының нәтижелері. Балалардың еркін сөйлеу, ой бөлісу дағдысы айтарлықтай дамыды. Бір айда түсірілетін сұхбаттар саны 2 есеге артты. Балалардың өз еркімен келуі көбейді. Тұйық, сөйлемейтін балалардың өзі сұхбатқа шығып, өзіндік даусын көрсете алды. Оқушылар арасында өз ойын қысқа әрі нақты айту, эмоциялық ашықтық, юмор қолдану дағдылары өсті. Мектеп ішінде баланың дауысы маңызды деген атмосфера қалыптасты. Мұра мен мектеп ұлттық тәрбие жобасы. Балалар ұлттық салт-дәстүрді теориядан емес, тәжірибеден үйренеді. Бұл жоба ұлттық тәрбиені өмірдің өзіне қайта әкелу. Бала үшін бұл музей емес, өз тамырына тірек табу. 3 айда бірнеше ұлттық бағыттағы іс-шара өтті. Викторина, шеберлік, этно-ойын, фестиваль. Ұлттық тәрбиенің күшті жағы, оқушы оны теориядан емес, өмірлік тәжірибеден алады. Сөйле English жобасы. Ағылшын тілін тек сабақта ғана үйреніп қалмау керек. Біз оны ойын, қысқа реплика, мини-диалог, челлендж форматымен бердік. Балалар тек үйреніп қоймайды, қолдана бастайды. Кемінде аптасына 1 рет ағылшынша сөйлейтін мектеп ортасы қалыптасады. 2 айда 10-нан аса диалог түсірілді. Үйрену, қолдану арасындағы аралық қысқарды. Келі оқиық, оқу мәдениетін көтеру жобасы. Басты мақсат оқуды міндет емес, әдетке айналдыру. 10 минут оқу дәстүрі 3 айда мектептің 60% сыныптарына тұрақты әдетке айналды.
мектепте кім көп оқиды емес, бәріміз бірге оқимыз деген атмосфера қалыптасты. Оқу мәжбүрлік емес, ортақ мектеп мәдениетіне айналды. Мұғалімдерге арналған 9 ай 9 кітап жобасы тәрбие беру мұғалімнің ішкі мәдениетінен басталады. Сондықтан біз ұстаздарға әр айға бір кітаптан ұсынатын өзіндік даму жобасын іске қостық. Тек оқу емес, талқылау, ой бөлісу, рефлексия, мұғалім өскен жерде тәрбие де өседі. Әр айдағы бір кітап педагогтер арасында нағыз кәсіби оқырман клубын қалыптастырды. 36 мұғалім тұрақты қатысып, ай сайын рефлексия жасады. Тәжірибе алмасу, пікірталас, идея бөлісу жиілеп, мектепте зияткерлік ахуал күшейді. Мұғалімдер сабақта оқығанын қолдана бастады. Мотивациялық әдістер артты. Оқушыны зерттеу дағдысы нығайды. Сәт ТВ жоба аптасына бір рет тұрақты түрде жарық көреді. Және оқушылар өміріндегі маңызды жаңалықтарды, жетістіктерді, іс-шараларды дер кезінде жеткізуді мақсат етеді. Жобаға қатысушылар мәтін жазу, монтаж жасау, кадр алдында сөйлеу сияқты дағдыларды меңгеріп, өз әлеуетін ашуға мүмкіндік алады. Барлық 6 жоба бірігіп, мектепте ізгілікті тәрбие жүйесін қалыптастырды. Оқушы тұлғалық тұрғыда ашылды. Мұғалім, оқушы қарым-қатынасы жаңарды. Мектептің ішкі тәрбие стилі бірізденді. Ата-аналар белсенділігі артты. Мектеп климаты айтарлықтай жақсарды. Біз бір ұжымбыз. Бір мақсатқа ұмтыламыз. Оқушы мен мектеп ажырамас бірлік. Біз біргеміз. Сондықтан біз мықтымыз.